Саламатсыздар ма? Үйірме жұмысы тақырыбы волейбол ойынның ережесі. Волейбол ағылшынша волей қалқып ұру, бол топ. Анығырақ айтқанда командалық спорт түрі. Мұнда екі команда тордың екі жағына бөлініп тұрып, әр команда өздеріне тиесілі арнайы алаңда ойнайды. Ойынның мақсаты: волейбол добын команда өкілдері өздерінің алаңдарына түсіріп алмау керек. Керісінше, қарсылас команданың белгіленген алаңына түсіріп, ұпай алу қажет. Егер команда өкілдерінің біреуіне доп тиіп, ол доп аутқа кететін болса, қарсылас команда ұпай еншілейді. Сондықтан қарсыласты қателестіру арқылы ұпай алуға болады. Доп белгілі бір команданың алаңында болған кезде, ол командадан тек 3 ойыншы ғана допты келесі жаққа асыруға көмек ете алады. Яғни 3 реттен артық допқа қол тигізуге болмайды. Волейболдың ережелерін бекітіп, басқа да волейболға қатысты маңызды істермен айналысатын басты кеңес Халықаралық волейбол федерациясы. Волейбол комбинациялық спорттың түрі. Волейбол алаңында әрбір ойыншы маңызды рөл атқарады. Волейбол ойыншысы биіктікке секіру қабілеті жоғары, реакциясы мықты. Волейбол комбинациялық спорт түрі. Волейбол алаңында әрбір спортшы маңызды рөл атқарады. Волейбол ойыншысы биіктікке секіру қабілеті жоғары, реакциясы мықты, командаластарымен еркін түсінісетін, физикалық әлеуетін соққы жасау кезінде орынды пайдаланатын ойыншы болғаны жөн. Волейбол ойнаушы адамдардың бұл ойынды ұнатуының бас себептері салауатты өмір салтын ұнату, ережелерінің оңай болуы және волейбол ойнау үшін көп құралдың қажет болмауы. Волейболдың бірнеше түрі бар. Жағажай волейболы, мини-волейбол, пионербол, саябақтағы волейбол. 1998 жылы Токиодағы кеңесінде бекітілген. Ойын барысындағы нақты қозғалыстар. Ойын басталғандағы бастапқы тұрыс. Волейбол ойында ең әуелі бастапқы тұрыс, ойын барысында еңкейіңкіреп, екі қолды шынтақтан бүгіп, басты көтеріп, алдыға қарап тұру. Ұшып келе жатқан допты қағып алу үшін әртүрлі қозғалыстар орындалады. Алдыға, оңға, солға аттау, допты қағу үшін секіріп барып қолға құлап түсу, тағы басқа қозғалыстар орындалады. Ойын барысында орындалатын бұрылыстар. Волейбол ойында орындалатын бұрылыстар ойын процесінде негізгі рөл атқарады. Себебі ойыншы ұшып келе жатқан допты қабылдау үшін міндетті түрде бұрылыстар орындайды. Допты ойынға қосу. Ойыншылар допты ойынға қосудың бірнеше түрін игереді. Бірінші, жоғарыдан шабуылдап ойынға қосу. Допты шабуылдап ойынға қосқанда қарсы жақтың ойынын қиындатады. Әдетте допты мұндай тәсілмен беруді меңгеру үшін иық шынтақ буындарының қимылдық қабілеті мен күші жеткілікті болуы керек. Қарсыластарға допты қатты ұшырып беру үшін қолын сермегенде шынтақ иық буындары бос қалады. Шабуылдың барлық әдістерін игеру, икемділік, күш, секірумен қатар денені ауа кеңістігінде ұстай білу. Екінші, бүйірден жоғарыдан шабуылдап беру. Бұл әдісте әрине қарсыластың ойындарын қиындата түседі. Бұған да допты жоғарыдан шабуылдап ойынға қосқан сияқты дағдылану керек. Үшінші, допты астынан тура беру. Бұл әдіс допты жоғарыдан шабуылдап ойынға қосу сияқты емес, қарсыласына онша қауіп төндірмейді. Берілген бұл допты қарсыластар оңай қайтарады. Төртінші, допты астынан жанамалап беру. Бұл допты да қайтарып беру үшін қарсыластарына қиыншылық тудырмайды. Міне осындай әдістермен доп ойынға қосылады. Допты беру және қабылдау. Қарсыластардың берген добын қағып алып, өзара ойнап, қарсыластарына шабуыл ұйымдастырады. Енді осы қарсылас жағынан ұшып келген допты қабылдаудың екі түрі бар. Біріншіден, екі қолмен допты астынан қағып алады.
өз әріптестеріне береді, ал өз кезегінде шабуыл ұйымдастырады. Доп қисынсыз ұшып келген жағдайда онда бір қолмен де қағып алуға болады. Келесі қорғаныс әдістері. Қорғаныс кезіндегі алаңдағы, яғни доп түсетін орынды біліп тұру ойыншының ерекше қасиеттері болып табылады. Доп төмен қарай және тез берілсе, ондай жағдайда тез бағдарлау, тез қорғалып, допқа ұмтылып, құлай түсіп, болмаса айналып барып қабылдау жеңіс бастамасы болып табылады. Демек, доп үнемі бақылауда болады. Бұл әдістерді үйрену акробатикалық жаттығулардың пайдасы осындайда қажет. Оқушылар, біздің осымен бүгінгі үйірме жұмысымыздың қорытынды бөлімі, бүгінгі біздің волейбол ойынының ережесі, допты ойынға қосу, допты қабылдау әдістері және қорғаныс тәсілдерін бәрін үйден қайталап келеміз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.